Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Сәлима. Бүгін дәмі сондай ерекше тағамдардың бірі хамир хасиб атты өзбек халқының тағамының рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен суға тұз және жұмыртқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне тұз және жұмыртқа қосылған суымызды қосып, алдымен қасықпен, одан кейін қолмен жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Бұл тағам голубциға өте ұқсас келеді. Голубцидың қамырға оралған түрі. Құрамын видеоның астында описание бөлімінде қалдыратын боламын. Илеп алған қамырымыздың бетін жауып, немесе салафанға салып, 10 минутқа тындырып қоямыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге фарш және ұсақтап туралған пияз және алдын ала пісіріп алынған күріш, 1 кесе күрішке 2 кесе су құйып, қайнатып пісіріп алдым. Оның үстіне татымына қарай тұзы мен бұрышын салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды сеуіп, қамырымызды алдымен осылай қолымызбен басып, одан кейін оқтаумен жұқалап жайып аламыз. Жайып алған қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп, бірінің үстіне бірін қойып шығып, арасын тең бөліктерге бөліп, кесіп аламыз. Кесіп алған қамырымызды осылай етіп ұзыннан жаямыз да, бір-бірінің үстіне қойып, арасын тең бөліктерге бөліп шығамыз. Кесіп алған қамырымызға салмамызды салып шығамыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, бір шетінен толтырмай салып шығамыз. Салмамызды салып шыққаннан кейін қамырымызды ораймыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, екі шетін бүгіп аламыз да айналдырып шығамыз. Барлық қамырымызды осылай етіп түйіп аламыз. Барлығын түйіп алғаннан кейін, мантаваркамыздың ішін жақсылап майлап, хамир хасибтерімізді арасын жақындатпай, алшақ салып, орналастырып шығамыз. Барлығын салып алғаннан кейін, сұйық майды щетканың көмегімен қамырымыздың беті кеуіп қалмасы үшін жағып шығамыз. Мантаваркіде 40-45 минут пісіріп алатын боламыз. Подливасын дайындаймыз. Қызып тұрған майға пиязды салып, араластырып, 1 қасық томат пастасын салып, татымына қарай тұзын салып, аздап су құйып, қақпағын жауып, қоюланғанша қуыратын боламыз. Мінекей подлива осындай болып қоймалжың болып шығады. Біздің подливамыз дайын.
хамир хасибатты тағамымыз дайын болды. Дәмі сондай ерекше, дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Жасап көруге кеңес берем. Менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.